Ал егер де сіз бірнеше жерге қарыз болатын болсаңыз, бұл жерде жағдай қалай болады? Бұл жерде де осы заңдылық ұсталынады, яғни сіздің жалақыңыздың 50%-ын ғана ұстай алады. Қалған 50%-ы сізге былайша айтқанда өмір сүруге қалады. Бірақ бұл жерде сіздің ісіңіз егерде бірнеше жеке сот орындаушыға өтіп кеткен болса, немесе бірнеше банкте просрочка болған болса, бұлардың әр қайсысына басқа жақта қарызыңыз бар екенін айту керек болады. Неге? Өйткені бір жеке сот орындаушы сіздің жалақыңыздың 50%-ын ұстап отырып, қалған екінші, үшінші жеке сот орындаушылар оның 50% жалақыңызды ұстап отқанын білмеуі мүмкін. Оны хабарлап айту керек. Мынадай жеке сот орындаушы, мынадай қарыз бойынша менің жалақымнан 50%-ын ұстап отыр. Менің алып отқан жалақым итак та өзі 50% өзі. Ол менің қалтамда қалу керек деген сияқты. Банкте де сондай жағдай. Бір банк, яғни сіздің қарызыңыз бір банк, яғни екінші банктегі қарызыңыз жайлы білмейді олар бір-бірімен. Тек сіз айтуыңыз керексіз. Міне менде мынандай банкте қарызым бар, ол банк менің 50% жалақымды ұстап отыр, сондықтан да сіз әлі ұстай алмайсыз деген сияқты. Былайша айтқанда олар бірінен кейін бірі былайша айтқанда очередке тұру керек. Бірақ егер банктегі қарыздарыңыз жаңағы ЧС-ға өтіп кеткен болса да, сіздің тағы да бұдан басқа алимент қарызыңыз болатын болса, ол алимент бойынша қарызыңыз бірінші орынға шығып кетіп, банктер мен МФО-лар кейін тізіліп оның артына очередке тұрады. Өйткені заң бойынша жаңағы очередность деген бар. Яғни бірінші орында қандай жаңағы жалақыдан қандай төлемдер бойынша ұсталынады, екінші очередте кім, үшінші очередте кім деген сияқты, соның барлығын заң бойынша өзіңіздің арызыңызда сіз келтіріп айтып түсіндіруіңіз қажет. Банкке де жеке сот орындаушыға да. Егер түсінбейтін болса, демек ары қарай арызыңыз бойынша ешқандай сіздің қанағаттандырмады ма? Сіз 3 айдан бері жалақысыз отырсыз ба? Демек ары қарай бұл істі тек қана сот қана шеше алады. Тағы да қайталап айтамын. Қанша жерде қарызыңыз болғанына қарамастан, жалақының 50% сіздің қалтаңызда қалу керек. Бұл бір жағдайда ғана орындалмайды, тек қана алимент бойынша 2-3 некеңіз болатын болса, яғни ол жерде жалақыдан ұсталынып жатқан суммалар 50%-дан асып кететін болса, өкінішке орай бұл жерде ешкім ештеңе жасамайды. Асып кетсе, ол жерде ештеңе етпейді. Міндетті түрде мен парақшама жазылып қойыңыздар, бұл жерде заңға қатысты, несиеге қатысты пайдалы ақпараттар өте көп.